Гүлзат қазір өзінің әлеуметтік парақшасын жойып тастады. Өйткені осыдан бірнеше ай бұрын белгісіз біреулер желдегі аккаунтын бұзып, ондағы достарынан мессенджер арқылы шұғыл түрде қарызға ақша жіберуді өтінген. Абырой болғанда құрбы құрдастары сұраушының Гүлзат емес, алаяқ екенін бірден түсінген. Біріншіден, өтініш хабарлама түн ортасында және ресми тілде жіберілген. Екіншіден, ақшаны төл теңгемен емес, өзге валютамен көрсеткен. Бұл күні сіз дегенде мен ойлаймын, өткені хабарламада жаңағы 3000 рубль деп сұрағандықтан бұл басқа мемлекеттің азаматтары деп ойлаймын, соған жол берген. Бірақ мен осыдан кейін осындай жағдайды басқа достарыма айтқан кезде, олар айтқан, ондай Қазақстанда болады, ондай жағдай деген. Сондықтан ол мүмкін саған сондай бір тапылған шығар басқа мемлекеттің азаматтары. Қазақстанда ондай болады және кәдімгідей теңгемен сұрайды. Дәл осындай жағдай Гүлзаттың досының да басынан өтті. Бірақ алаяқтар оның әлеуметтік парақшасын бұза алмай, бірқатар фотосуретін жүктеп, аккаунтының көшірмесін жазапты. Кейін түпнұсқа парақшасындағы әр оқырманнан жаппай 1000-2000 теңгеден сұраған. Достарым және таныстарым менен ақшаға мұқтаж болып жүрсің бе деп сұрады. Сөйтсем, белгісіз біреулер дәл менікіндей парақша ашып, желідегі достарымнан менің атымнан қарызға ақша сұрапты. Кейбір таныстарым алаяққа ақша жіберіп қойып, ақшаларын менен талап етті. Қызығы сол, қос кейіпкерімізде полицияға шағымдануды жөн көрмепті. Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаменті мамандарының айтуынша, интернеттегі алаяқтықтың бұл түрі бас шаһарда да белең алған. Осы факті бойынша Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының қызметкерлерімен осы жылы 7 күдікті адам ұсталды. Оларға жаңа Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабының 2 бөлімінің 4 тармағы бойынша 4 жылдан 7 жылға дейін шартты түрде бас бостандығынан айырылды, немесе жаңа Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 37 бабы бойынша жаңағы күдіктімен жәбірленушінің арасында татуластық келісім болып, сондай шаралар қолданды. Жалпы жыл басынан елордада интернет алаяқтық бойынша 900-ден астам оқиға тіркелген. Оның ішінде 472 факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Әлеуметтік желмен қатар хабарландыру сайттарында да ұрынып қалу оңай. Көп жағдайда сатушылар алдын ала төлемді электрондық әмиянға жіберуді сұрайды. Өзге адамдардың атынан жалған ұтыс ойындарын өткізуді көбейген. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ресми өкілі Максим Рожин анықталған алаяқтық пен жалған ақпарат туралы кез келген хабарды StopFake сайтына жолдауға болатыны жөнінде айтты. Жалпы ең басты нәрсені айту керек. Соңғы уақытта жалпы әлеуметтің жағдайына қарап осындай әрекеттер көбейді, рас. Тіпті өздеріңіз білесіздер, президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың атынан да парақша ашып тастаған Фейсбуктың ішінде. Біз енді министрлік тарапынан қазір сондай фейк жаңалықтарды, жалпы фейк ақпараттарды StopFake.kz сайтында жоққа шығарып отырмыз. Көп жағдайда біздің ішкі істер органдардағы әріптестерге жүгінеміз. Жұмыс іздеген кезде де аса сақ болу керек. Интернеттегі хабарландыруды көрген алаяқ өзін жұмыс беруші компанияның өкілімін деп таныстырады. Сосын мессенджер арқылы жұмыс іздеушінің жеке куәлігі мен банк картасының деректерін сұрап алады. Кейін алданған адам өз атына несие ресімделген туралы бір біледі. Осылайша жұмыссыз қалумен қатар банкке берешек болып қалады. Осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында полиция департаменті танымайтын адамдармен интернет арқылы ақпарат алмасудан аулақ болу туралы ескертеді. Мейірлан Алтынбек, Әнуарбек Мырзатайұлы, Айбек Даутов, Асхат Қарағойшиев, Ермек Кеншімбек, Хабар 24.